Сәлем достар, сіздермен бірге мен Қалдош. Бүгін мен сіздерге 2022 жылғы слабый герой деген қысқа сериалды қысқаша айтып беретін боламын. Йон Чин Ин жас жігіт, мүлде достары жоқ, интроверт мектеп оқушысы. Шин барлық уақытын сабаққа және оқуға арнайды. Сыныптағы кез келген оқушыға қарағанда сабақты жақсы оқиды. Бірақ сыныптастары оған біртүрлі қарайды. Осы сыныпта бұзақы Чон Ин Бин деген бала оқиды. Сабақтан оқуға тырыспаса да, оған мектеп бағдарламасы қиын емес. Мұғалім сыныпқа Шин математика олимпиадасына бірінші орын алғанын хабарлайды, бірақ сынып оған мән бермейді. Содан соң Ин Бинді үшінші орын алған айтқанда бұзақының достары шапалақ ұрады. Содан соң бәрі шапалақтайды. Мұғалім сыныптан шыққан бойда Йон Бин өзінің бұзақы достарымен әлсіз жігітті кекетіп мазақтайды. Йон Бинге оқымысты Шин ұнамайды, сондықтан оған сабақ беруді ұйғарады. Бір мәселелермен Шин бұзақыға көңіл аудармайды. Йон Бин оқымыстыға кекетуді жалғастырады. Бірақ сыныпқа үлкен сыныптар басып кіреді. Қолдарында бейсбольный таяқ бар. Сосын Ан Сухоны шақыруды талап етеді. Бірнеше спортсмен Сухоға жабылады, өздерінің көшбасшыларының қызмет сөйлескені үшін. Бірақ Сухо оларға жақсы тойтарыс береді. Бұрын ол ережесіз жекпе-жекке қатысқан. Суходан таяқ жеген үлкен сыныптар сыныптан позормен шығуға тура келді. Үйіне келген Шин әкесіне бірінші орын алған грамотасын көрсетеді. Және де әкесі өз баласымен мақтанатынын айтады. Және де әкесі баласына көп уақыт бөле алмайды, үнемі командировкаға жұмыс барысымен кетіп қала береді. Шин әкесімен тұрады, бірақ ата-анасы ажырасып кеткен, сол себепті ол өзін жалғыз сезінеді. Жігіт анасының видеороликтерін көреді. Анасы математикадан қашықтықтан оқытушы. Шин мектепке ерте барып ұйықтап жатқан Сухоны көреді. Үнемі сабақтан кейін сыныпта қалады. Дайын тамақтарды мейрамханалардан тапсырып береді. Шин өзінің кроссовкасын қанша іздесе де таба алмай жатыр. Бірақ оны кроссовкасын Йон Бин жасырып қойған. Және де дышшы сабағына ыңғайсыз аяқ киімін киіп кетеді. Физикалық дайындықтардан Шин әлсіз болғандықтан сынып бойынша ең соңынан мәре сызығына келеді. Дышшы сабағынан кейін Йон Бинге және достарына мені аңдуды тоқтатуын өтінеді. Бұзақы мұндай естілікке шыдамайды. Бірақ оларды кенеттен көріп қалған мұғалім тоқтатады. Мұғалім сыныпқа жаңадан келген оқушы Обомсокпен таныстырады. Басқа мектептен ауысып келген себебі бұзақылар мазақ еткені үшін. Сыныптастары бұны білмейді. Бұзақылар жаңадан келген оқушыға тиісе бастайды. Бірақ Шин тап болады. Йон Бинге партадан түсуін талап етеді. Бұзақы оны ұрғысы келеді, бірақ оны Сухо тоқтатады, өйткені оған ұйықтауға мұрша бермейді. Кешкісін түнгі клубқа немере ағасынан егер фентанилді мойын терісіне жақса, сананың нашарлауы, көру қабілетінің нашарлауы, тірілдеу болатынын біледі. Шиннің мойнына вентурный жолағы ол отырған серіктес Мораны өлтіргенін жинап, жігіттер маңызды емтиханды тапсырады.